бір қателігімнің кесірінен 10.000 оқырманнан айырылып қалдым. Осы екі рилста просмотрлары миллионнан асқан. Бірақ айырмашылығы бірінші рилстан 10.000, ал екінші рилстан 500-ақ оқырман келді. Барлығының ойынша миллион просмотр жинасам болды, подписчик, клиент, ақша бәрі өздігінен келеді деп ойлайды. Миллиондаған қаралым әрине жақсы, бірақ рилсыңыздағы структураны, әрбір сөзіңізден кейінгі байланысты, цепочканы дұрыс құрмаған болсаңыз, діттеген мақсатыңызға жетпейсіз. Структурасы құрылмаған мына бір рилста бәрі әдемі. Идея, монтаж. Бірақ мен соңында көрерменнің әрекет істеу үшін ешқандай сөз нұсқау айтпадым. Нәтижесінде 500-ақ подписчик. Екінші әрекетке әкелетін рилста осындай сізге пайдалы әрі қызықты контенттерді көргіңіз келсе, маған тіркел деген сөзді қолдандық. Нәтижесінде 10.000 оқырман. Әдетте адамдар лентаны жай ғана мақсатсыз айналдырып көріп жатқан кезде біздің контентіміз ұнаса да оның басына тіркелу деген ой келмеуі мүмкін. Сенің жай ғана рилсты структурамен құрмағанның кесірінен адамдар кетіп қалады, ал сен табысыңнан, оқырмандарыңнан айырылып қаласың. Видео соңындағы call to action адамдардан тіркеліңдерші деп өтініп қайыр сұрау емес. Ол сіздің жасайтын контентіңізден келетін клиентіңізге дейінгі көпір. Ал енді сен менің қалай структурны рилс жасайтынымды білгің келсе, дәл саған арнап миллионный рилс жасау кезінде маңызды 3 қадам туралы тегін сабақ дайындап қойдым. Оны алу үшін комментарийға плюс қалдыр.